Қорғаныс министрлігінің өкілдері Ми-8 тікұшағы неден апатқа ұшырауы мүмкін екенін айтты. Бірақ нақты себебі қара жәшіктің жазбасы толық сараптамадан өткен соң жарияланбақ. Бүгін белгілі болған тағы бір жайт оқу-жаттығу аясында Ақтаудан Шымкентке бағыт алған тікұшақ шаруа қожалығының үстіне құлай жаздаған. Толығырақ тікелей байланысқа шыққан тілшімізден сұрап білейік. Қайырлы кеш, Досжан. Сонымен тікұшақ апатына қатысты қандай болжам айтылып жатыр? Қайырлы кеш, әріптестер. Қорғаныс министрлігі негізгі үш себепті қарастырып отыр. Яғни Ми-8 ауа райы қолайсыздығы, адами фактор немесе ұшақтан шыққан ақаудың кесірінен құлаған болуы мүмкін. Бұл негізгі болжамдар. Бірақ 13 әскеридің ажалы нақты неден болғанын арнайы комиссия анықтауы тиіс. Қазір күл талқаны шығып өртеніп кеткен тікұшақтың қара жәшігі табылып, сараптама жасалып жатыр. Қара жәшік табылғанымен ондағы мәліметтер әзірге құпия ұсталып отыр. Оны әскери прокуратура мен тергеу және ұшу қауіпсіздігін қадағалау басқармасы өкілдерінен құралған комиссия жіті тексеріп қорытындысын жариялайды. Сондай-ақ Қорғаныс министрлігінің өкілдері тікұшақтың шаруа қожалығының үстіне құлай жаздағанын айтады. Бірақ соңғы секундқа дейін күрескен экипаж мүшелері әуе кемесін Жалағаш ауылынан алшақтау жерге құлатқан. Түсінікті, Досжан, ал елімізде қанша Ми-8 ұшағы бар екен? Олардың техникалық жағдайы қандай? Қарулы күштерде 15 Ми-8 ұшағы бар. Олардың барлығы күрделі жөндеуден өткен, пайдалану уақыты 35 жыл. Ал құлаған тікұшақ 1988 жылғы. Соңғы рет 5 жыл бұрын Алматыда жөндеуден өткен. Қайғылы оқиға болатын күні көкке көтерілмес бұрын тексеруден өткенде ешқандай техникалық кінәрат табылмапты. 6 контрольден өтеміз. Бірақ айтам, бұл темір. Әр жерде де апат бола береді. Темір жол болсын, шахта болсын, теңіз кемелері болса да, жай машиналар болса да, апаттар болады. Одан ешкім бір Алланың қолында ғой. Мадина, әзірге бар ақпарат осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей байланыста болған біздің астаналық тілшіміз Досжан Маратұлы.